Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ас адамның арқауы арнасы. Бүгін біз баклажаннан осындай керемет салат жасайтын боламыз. Менің пайдалы кеңестерім мен видеоларымды жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Осылайша қазақ тілді арналардың дамуына өз үлестеріңізді қосып, қолдау білдіреді деп сенемін. Баклажан салатын жасау үшін бізге баклажан, қызанақ, сарымсақ және майонез ғана қажет. Көкөністердің барлығын осылай дөңгелектеп турап аламыз. Баклажанды аса жұқа емес, аса қалың емес, орташа етіп тураймыз. Одан кейін қызанақты жұқа етіп, осылай дөңгелектеп турап шығамыз. Сарымсақты да осылай ұзынша етіп кесіп аламыз да алдыменен, одан кейін ұсақтап турап шығамыз. Өте ұсақ болғаны жақсы. Ірілеу болса, жеген кезде ыңғайсыздық тудыруы мүмкін. Осылай қатты ұсақтап турап шығамыз. Мінекей барлық көкөністерімді турап дайындап қойдым. Енді баклажанның арасына салатын салмасын, соусын дайындаймыз. Жаңағы турап қойған сарымсағыма майонез қосып, осылай жақсылап араластырып жатырмын. Одан кейін баклажанды осындай салфеткалардың үстіне қойып, суын сорғытып аламыз. Барлығын осылайша баклажанның суынан тазартамыз. Одан кейін 2 жұмыртқаны ыдысқа салып дайындаймын. Алдағы уақытта баклажанды осы жұмыртқаға малтығанға қажет болады. Кішкене тұз қосып, жұмыртқамызды жақсылап араластырып қоямыз осылайша. Енді бір ыдысқа ұнымызды салып дайындаймыз. Мінекей қажетті заттардың бәрін дайындап қойдық. Енді отқа табамызды қойып, май құйып, майын қыздырып аламыз. Одан кейін баклажандарымызды алдыменен ұнға аунатып аламыз. Екі жағын жақсылап ұнға аунатып, сосын жұмыртқаға салып, жақсылап малтып аламыз да жұмыртқаға. Одан кейін қызып тұрған майға саламыз баклажандарымызды. Отты көтеріп қоямыз. Кішкене көтеріңкі отта баклажандарымызды осылай жақсылап қуырып аламыз. Екі жағын аударып, астын үстін аударып, осылай жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін бір тарелкаға салфетканы төсеп, оның үстіне қуырылған баклажандарымызды қоямыз. Сонда баклажанның бойындағы артық майларын өзіне тартып алады. Осылайша барлық баклажандарды қуырып аламыз. Мінекей мен барлық баклажандарды қуырып алдым. Енді ары қарай баклажанды алып, оның үстіне жаңағы дайындап қойған соусымызды осылай жағып шығамыз. Оның үстіне қызанақ қоямыз. Тағы да баклажанға осылайша салмамызды жағып, барлығын осылай жасап шығамыз. Байқасаңыздар, тағы да тарелкаға салфетка төсеп қойдым да, соның үстіне безендіріп, әдемілеп қойып жатырмын. Бұл өте дәмді тамақ. Салат. Мінекей салатымызды дайындап болдық.
барлығын тарелканың бетіне осылайша жайғастырып, әдемілеп орналастырып қойдым. Енді осы баклажандарға кішкене аскөктен үстіне сеуіп қоямыз. Әрі әдемі болады біздің салатымыз, баклажан салатымыз, әрі дәмді болады. Әрі денсаулыққа пайдалы болады, аскөкті білесіздер. Мінекей, осылайша біз әдемі, керемет баклажан салатын дайындап шықтық. Баклажан салатын барлық адамдар жақсы көреді деп ойлаймын. Біздің отбасымыздағылар да өте жақсы көреді, сүйсініп жейді баклажан салатын. Бұл өзі баклажан салаты өте тойымды, сіңімді тамақ. Тамақтың орнына да жүреді. Өте тойымды салат. Менің видеомды көріп, тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.